Ерекше ата-ана, мектеп, ұстаз арасындағы байланыс нығайып, тәрбие мен білім қатар берілсе, елін сүйген патриоттар саны артады. Бүгінгі таңда қоғамда ата-ана мен мектеп арасында байланыс қандай? Бала болашақ жолында ұстаз бен ата-ана қандай жұмыстар жүргізуде? Осы мақсатта Түркістандағы нөмірі 31-ші Абай атындағы мектепте ашық есік күні өтті. Онда ата-аналар балаларының сабағына қатысып, оқу үлгерімі мен тәртібін бақылады. Баланы өмірге бейімдеуде мектеп пен ата-ананың үлесі бірдей. Осы қағиданы ұстанған Түркістан қаласы Бекзат мөлтек ауданындағы Абай атындағы нөмір 31-ші мектеп ұжымы ата-аналармен ерекше кездесу ұйымдастырды. Бұл баланың сабақ үлгеріміне әсер етеді, әрі өзінің қос тараптан да бақылауда екенін сезінеді. Осындай бірлескен жұмыс сапалы білім мен саналы тәрбие бастауы болады, дейді ата-аналар. Бұл мектепте менің қыздарым, ұлдарым оқып шыққан, енді немерелерім оқып жатыр. Бұл мектептің тәрбиесі, білімі өте жақсы. Өте ризамын. Мен келіп сабақтарына қатысып тұрамыз. Барлығы жылы шыраймен қарсы алады. Мектепке аудара салудың қажеті жоқ. Мұғалімдер дұрыс, бір баланы бір адам зорға тәрбиелейді. Бұлар 25-30 бала оқытады. Бұлардың жұмысы ауыр. Сондықтан ата-ана көмектесу керек деп ойлаймын. Білім ұясында мектепке даярлық топтарын қосқанда 2200 бала оқиды. Бала санының көп болуы білім сапасына кері әсер етпейді. Мұғалімдер білім мен тәрбиені ұштастырып, баланың оқуға деген ынтасын арттыруға бар күш-жігерін салуда. Ұстаздардың еңбегі ақталып, мектептің оқушылары қалалық, облыстық білім бәйгелерінде топ жарып жүр. Менің басты жетістігім өткен оқу жылында болған республикалық олимпиаданың қалалық кезеңінен 1-ші орын және облыстық кезеңінен 3-ші орын алдым. Және де осы оқу жылының басында өткен дарынды балалардың арасындағы жас өнертапқыш байқауында өзімнің жасаған өнертабысымның арқасында мен 3-ші орын иегері атанып, және облыстық білім басқармасынан арнайы сыйақы алдым. Мектепке келген ата-аналар тек қана баласының сабағына ғана қатысып қоймайды. Мұғалімдермен психологиялық кеңесте оқушының қандай мамандыққа бейімін саралап, бағыт-бағдар беру жолдары талқыланады. Мектебі жақын болу керек біріншіден. Екіншіден, ұстазының өздері де, мысалы, жақсы білім берсе, бәр мектепте бірдей. Ол ұстазды бөліп жаруға болмайды. Ол соған себеп ата-ана да келтіру керек, көмектесу керек. Жаңғыз мұғалімнің қолынан келмейді ол. Ата-ана да көмектесу керек. Келген кезде үй жұмысын қадағалау керек. Былтырғы оқу жылында, 21-22 оқу жылында мектепте 1864 оқушы 2-11 сыныптарда бітірген болатын. 11 сыныптарда бітіруші оқушылар 60 оқушы бітірді. Сол 60 оқушының ішінде 2 алтын белгісінің иегері атанды. 2 оқушымыз ол Сәдуақас Жанерке мен Шынарбек Аружан деген қыздарымыз. Ал 3 үздік оқушымыз үздік аттестат иегері атанды. Енді сонымен қатар 60 оқушының ішіндегі 55 оқушы ұлттық бірыңғай тестілеуге барып, орта пайызымыз 83-37% құрады. Білім ұясында оқушылар үшін бірнеше үйірме жұмыс істейді. Оның ішінде спорттық үйірмелер де бар. Ашық есік күнінде отбасылық жарыстар да ұйымдастырылды. Пікір сайыс клубына қатысатын оқушылар шешендік өнерден сайыс өткізіп, өздерінің үйренгендерін көпшілікке көрсетті. Мен осы дебатта қатысып жүргеніме 3 жылдан астам болды. Қызылорда мектепаралық және қалалық аралығында 1-ші орын иегері болдым. Осы мен дебатта не үйрендім, осы балаларға да үйреткім келеді. Жалпы маған дебат бұл өмірде не берді? Маған ең алғашқы өз ойымды ашық жеткізуді. Ең бастысы, мен мысалы сабақтарда біразымыз өз ойымызды ашық жеткізе алмаймыз, мұғалімдерге немесе өз сабағымызды толықтай жеткізе алмаймыз. Яғни маған ең бірінші сөздік қор, және өз ойымды ашық жеткізу өте қандай кең ортамен керемет таныстық берді деп айта аламын. 2000-нан аса оқушы тәрбиеленіп жатыр. Сол 2000 оқушының ішінде қалалық ішкі істер бөлімінде есепте тұратын оқушы жоқ. Мектебіміздің тәртібі өте жақсы. Ата-аналармен тығыз байланыстамыз. Үштік одақ жақсы жұмыс жасап жатыр. Бүгін ашық есік ұйымдастырып, ата-аналарды сабақтарға шақырып, әртүрлі іс-шараларға қатыстырып жатырмыз. Енді сол ұл балдармен және қыздармен жеке-жеке жұмыстар жүргізеді. Мектепте әкелер мектебі бар, қыздар мектебі бар. Мектепте баланың өнерге қабілеті мен қызығушылығын арттыруға да көңіл бөлінген. Өнерге жақын оқушылар ән мен би үйірмелеріне қатысады. Балалар хоры патриоттық әндерді